Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Мен Төлегенова Айнұр Беймырзақызы қазақ әдебиеті пәнінен 8-ші сыныпқа өз сабағымды бастаймын. Сабақтың тақырыбы қазақ әдебиетінің көрнекті жазушыларының бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек поэмасындағы кейіпкерлер бейнесі. Бүгінгі сабақта көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдауда тура және жанама мінездеулерді жіктейміз. Қазақтың көрнекті жазушысы Шәкәрім Құдайбердіұлы естілер көп жазады әңгімені, жазбайды ермек үшін әлденені, жирентіп жаманынан жақсынығып алсын деп жазады ғой өнегені деп өзі жырлағандай, оның қаламынан туған бірнеше туындылары бар. Соның бірі Еңлік кебек поэмасы. Біз өткен сабағымызда Еңлік кебек поэмасының мазмұнымен, сюжеттік желісімен танысқан болатынбыз. Ендеше соны қайта жүйелеп өтейік. Еңлік кебек екі жастың махаббатын жыр ететін шығарма. Еңлік пен кебек туралы болған оқиға 18 ғасырдың басында ел арасында көп тараған. Бүгінде бұл бізге жыр түрінде жеткен. Еңлік кебек дастанының екі нұсқасы бізге белгілі. Оның біріншісі 1912 жылы Семейдегі Жәрдем баспасынан жеке кітап болып жарық көрген Абай ұсынған тақырып бойынша Шәкәрім жазған шығарма да, екіншісі Мағауия Абайұлы жазған Еңлік кебек дастаны. Шәкәрім нұсқасы 1988 жылы қайта жарық көрді. Бұл 1870 жыл шамасында Шыңғыс тауында Матай мен Тобықты арасында болған іс туралы жазылған дастан. Негізгі тақырыбы екі жас арасындағы махаббат, әйел теңсіздігі. Жанры поэзия. Идеясы ескіліктің бұлжымас заңын, көрінісін, ру арасындағы кикілжіңді суреттейді. Поэма негізінен 140 шумақтан 560 тармақтан құралып, А, Б, А үлгісіндегі қара өлең ұйқасына негізделген. Поэманың жалпы тәрбиелік мәні адал махаббатқа, сүйіспеншілікке тәрбиелейді. Сонымен балалар, поэманың композициялық сюжеттік құрылымын еске түсірейік. Поэманың экспозициясы Тобықты руынан шыққан Тоқтамыстың ізінен ерген кебектің ер жетуі. Осы кебек 15 жасқа толғанда елдегі Нысанабызға барып балаштырады. Нысанабыз ажалың биік қабақ сұрлау қыздан, батырым ондай жанға көңіл бөлме деп ескертеді. Бұл поэманың басталуы болатын. Кебек аң аулап жүріп, адасып кетіп бір үйге тап болады. Сол үйде Еңлікке кездеседі. Еңлік екеуі бір-бірін ұнатып, өмірлік жар болуға серт байласады. Бұл поэманың байланысын күшейте түседі. 6 ай бойы кездесіп жүрген Еңлік кебек қол ұстасып қашуды ұйғарады. Бұл поэманың шиеленісін қоюландыра түседі. Бір-біріне серт берген екі жас 6 айдан соң қол ұстасып Ақшоқы үңгір тасына барып мекен етеді. Сөйтіп өмірге сәби келеді. Бұл шығарманың шиеленісін одан әрі қоюландыра түседі. Тобықты және Найманның ру ақсақалдары екі жастың бұл қылығына шыдай алмай, үңгірге паналаған екі жасты тауып алады. Сөйтіп шешім шығарады. Бұл шығарманың шарықтау шегін одан әрі күшейте түседі. Шығарманың шешімі бойынша ру ақсақалдары екі жасты өлтіруге шешім қабылдайды. Өлтірер шағында Еңлік өзінің ең соңғы тілегін айтуды ұйғарады. Ру ақсақалдары бұған келісіп, Еңліктің соңғы тілегін тыңдайды. Еңліктің тілегі бойынша бірінші, өзінің сүйген жары кебекпен араздастыру, екі жасты бірге көму және соңында ізінен қалған сәбиді Кеңгірбай биге тапсыру еді. Өмірге шырылдап сәби артта қала береді де, ру ақсақалдары екі жасты аяусыз өлімге итермелейді.
Осы екі жастың махаббат белгісі ретінде Ақшоқыда еңлік кебек мазары салынады. Осындай оқиғаға өрілген шығарма барысында кейіпкерлер ерекше орын алады. Балалар, әдеби теориялық ұғымға назар аударайық. Кейіпкер дегеніміз не? Көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысатын адамдар кейіпкер деп аталады. Шығармадағы кейіпкерлер өздерінің мінездері арқылы сан қырынан ашылады. Ал мінездеу дегеніміз не? Мінездеу әдеби кейіпкердің таным түсінігі мен мінез құлқын таныта даралай суреттеу. Мінездеудің екі түрі болады: тура мінездеу, жанама мінездеу. Тура мінездеу кейіпкердің мінез құлқын келбетін жасын айнытпай кейіпкер қалпында ашып баяндау. Жанама мінездеу кейіпкерге қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып баяндау болмақ. Біз оқыған еңлік кебек поэмасының кейіпкерлері: Кебек, еңлік, Кеңгірбай, Көбей, Нысанабыз, Қойшы, Тобықты және Найман жігіттері. Ал шығарманың басты кейіпкері еңлік пен кебек болмақ. Сонымен балалар, оқу мақсатына негізделген тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: сәйкестендіру кестесі. Сіздерге кейіпкерлер берілген және кейіпкерге тән тура мінездеулердің орнына ауыстырылып орналастырылған. Берілген тапсырманы тексеріңіз. Кейіпкер кебек, Тобықтының батыры, уәде берік, ержүрек батыр. Еңлік, Матай руының Бай Сыбанның ұнжақ баласына аттастырылған батыл қыз. Нысанабыз, балгер, сәуегей, тура айтатын дана. Кеңгірбай, Тобықтының биі, ақылды, әділ би, дала заңына бағынып, қатал үкім шығарушы. Көбей, Жүзбенбет деген таптан шыққан кісі, әрқашан Кеңгірбай бидің жұмбақ сөзін сол шешкен. Қойшы, Матайдың қойын бағатын қарапайым шаруа адам. Екінші тапсырма: семантикалық карта. Бұл семантикалық картада шығармадан кейіпкерлердің сөздері үзінді ретінде алынған. Сіз осы кейіпкер сөзін қайсы екенін табыңыз. Сізге уақыт берілді, тапсырма орындаңыз. Тапсырманың жауабы: қызда жоқ, кебекте жоқ ел шабысты, мен сізден ақыл сұрай келдім деген кімнің сөзі? Көбейдің сөзі. Екінші: оның аты кебек еді, сонан соң осында қалмап беді, ұмытпасам соны еңлік аттандырып, қош аман бол, келіп тұр кебек деді. Бұл қойшы баланың сөзі. Матай алса Тобықты тек жатама, азбын деп жанын аяп арсатама, абыл шауып мал алып қан төгілер, ойла, қалып жүрмелік теріс батаға. Бұл кебектің сөзі. Ей батыр, бұл сен айтар сөзің емес, уайын қып сескенеретін кезің емес, келер істі жалғыз-ақ Алла білер, ол сенің өлшеп сатар бөзің емес. Бұл еңліктің сөзі. Әдейі іздеп бармассың, тез боларсың, кез болсаң алып емес тез боларсың. Сақтықта қорлық жүрмес деген бар ғой, сақтанбасаң артқыға сөз боларсың. Бұл Нысанабыздың сөзі болатын. Тапсырмаларыңызды тексеріп, өз жауаптарыңызды сәйкестендіріңіздер. Тапсырманы орындап болсақ, үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үзіндіні талдап, негізгі кейіпкердің тура және жанама мінездерін анықтаңыздар. Үзінді: кебек. 15-інде кебектің аты шықты, аты жаяу бәріне бірдей мықты. Көзі өткір, қара торы жігіт екен, орта бойлы, тапалдау кең иықты. Мінездеу түрін ажыратасыз, кейіпкер бейнесін талдайсыз. Еңлік: кебекпен мен азғана араздастыр, өлген соң бірге қосып таспен бастыр. Мына бала Тобықты баласы ғой,
мұны өлтірме, Кеңгірбай биге тапсыр. Кейіпкер мінезінің түрін анықтайсыз, кейіпкер бейнесін ашасыз. Тапсырманы орындаңыз. Тапсырма жауабы. 15-де кебектің аты шықты, аты жаяу бәріне бірдей мықты. Көзі өткір, қара торы жігіт екен, орта бойлы тапалдау кең иықты. Бұл мінездеудің тура мінездеу түріне жатады. Себебі, кейіпкер 15 жастағы, көзі өткір, қара торы, орта бойлы тапалдау келген мықты жігіт. Бұл үзіндіде кейіпкердің жасын кескін келбетін мінезін айнытпай баяндаптыр. Екінші, кебекпен мен азғана араздастыр, өлген соң бірге қосып таспен бастыр. Мына бала тобықты баласы ғой, мұны өлтірме, Кеңгірбай биге тапсыр. Бұл жанама мінездеу. Себебі, еңлік тағдырдың ағысына қарсы жүзген жан. Кейіпкердің ішкі толғанысы оқиға барысында шынайы ашылып, өң бойынан күрескерлік, қайсарлық мінез көрініс табады. Бұл кейіпкерді басқа жағынан аша түседі. Демек, бұл жанама мінездеу түріне жатады. Жауабымызды тексерейік. Іске сәт. Сонымен балалар, негізгі оқу мақсатына бағытталған тапсырмаларды орындап болсақ, бекіту тапсырмасына назар аударайық. Бұл бекіту тапсырмасында Шәкәрім Құдайбердіұлының Еңлік кебек поэмасындағы кейіпкерлерді жағымды және жағымсыз бейнелерге топтаймыз. Бекіту тапсырмасының жауабы. Поэмадағы жағымды кейіпкерлер Еңлік кебек нысанабыз, ал жағымсыз кейіпкерлер екі ру адамдары. Адал махаббатқа, сүйіспеншілікке тәрбиелейтін поэмадағы Еңлік кебек тағдыры Шәкәрімнің жолсыз жаза дастаны мен Мұхтардың Еңлік кебек драмасына арқау болды. Сонымен балалар, біз сабағымызды қорытындылай келе, көркем шығармадағы кейіпкерлер бейнесін талдадық. Кейіпкерлер бейнесін сомдауда тура және жанама мінездемелерді жіктедік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.